2000 жылдарда Хэнк өз сыныбындағы ең танымал және болашағы зор футбол ойыншысы болды. Спортқа деген таланты арқасында жас жігіт мектептегі ең танымал оқушылардың біріне айналып, кейін оның сүйіктісі болған әдемі қыздың жүрегін жаулап алды. Аға сыныптағы биге жеткенде Хэнк пен Стейси пром королі мен патшайымы деп аталды да, кештен кейін олар түнде бірге өткізді. Жоғары оқу орнын жоғары деңгейде аяқтау үшін бірнеше күннен кейін достарымен кеште жас жігіт толық мас болып Стейсимен сөзге келіп қалды. Осы оқиғадан кейінгі күндерде Хэнктің өмірі төңкерілді. Ол ойындағы шеберлігін жоғалтып, тіпті сүйіктісі тастап кетті. Аптадан кейін мансаптағы ең маңызды ойынның бірінде Хэнк тұрмысындағы экс-сүйіктісін басқа жігітпен сүйісіп тұрғанын көріп, жүрегі сынып кетті. Бұрынғы қызын көз тікіп тұрғанда, жас жігітті қарсылас команда мүшесі құлатты да, ол жерден шыққан жұмбақ тамыр оның аяғын ұстап тұрғандықтан жылып қалды. Ол күннен бастап барлық армандары құлады. Реабилитация кезінде Хэнк супермаркетте жұмыс істеп, сол жерде Стейси Тедтің баласымен жүкті екенін білді. Жылдар өтті де, Хэнк орта мектепті бітірген кездегі өміріне ұқсас өмір сүріп, өскен үйінде тұра берді. Бір күні әкесі жүрек соққысына ұшырап, тірі қалмады, сондықтан ол әлі де сүйетін жалғыз адамды жоғалтты. Өкінішпен күресу үшін, Хэнк алкогольге ден қойып, сол қиындықтан арылуға тырысып, қолдау тобына қатыса бастады. Сол жылы ол оқыған мектепте дәстүрлі қызметкер болып жұмысқа тұрды да, бақшаны тазалап жүргенде аяғын жылып қалдырған сол тамырларды кездесті. Өмірі ұсынған жағдайларға қанағат етпеген Хэнк жақсы жұмыс іздеп, қазір биология мұғалімі болып жұмыс істейді. Бактериялардың көбеюі туралы сабақта Грейс сөйлеп, мектепті үстемдік ететін, шығу тегі ешқашан ашылмаған өмір формасы туралы неге сөйлеспейміз деп сұрады. Алғашқыда адамдар ғарыштық өсімдіктің бар екенін қиын байқады, бірақ жылдар өткен сайын бұл таралатын түр баяу өсіп, тарала берді. Енді Хиггстің пайда болғанынан жылдар өткен соң адамдар оның болуына мазасыздана бастады да, тіпті жаңалықтар бұл мәселені көтереді. Жұмыс күннің соңында Хэнк көлігіне отырып, Стейсимен кездескен кездегі суретін кездесті. Осы жылдардан кейінде ер адам бірінші сүйіктісін ешқашан ұмыта алмады, өйткені оның өмірінің ең жақсы жылдарын онымен өткізген. Дегенмен шындықта жылдар өте Хэнк Стейси мен Тед бақытты неке қосылып, күнде сабақ беретін қызысын өсіріп жатқанын қабылдауға мәжбүр болды. Грейстің жоғары оқу орнына бару ниеті жоқ екенін білгенде Тед ренжіп, қызға үлкен жоспарлары болған еді. Грейстің туған күні туралы ата-анасымен сөйлесіп жүргенде, Хэнк Стейсидің жүкті болғаны Хиггстің қайта пайда болуына дәл келетінін түсінді. Ол әлі Тедпен кездесіп тұрса да, бұрынғы жігітімен жатып, оның баласын көтергенін, бірақ шындықты ешкімге айтпағанын түсінді. Грейс өз қызы болуы мүмкін екенін сезген Хэнк мектепке қашып, қыздың дың үлгісі бар пробирканы алуға барды. Үйге келгенде ол керуендегі ғарыштық өсімдіктің тұрғанын көріп, оны жою жолын табу үшін тәжірибе жасауға кірісті. Бірнеше сынақтан кейін профессор өсімдік ультракүлгін жарық болмағанда өспетінін түсінді де, бетіне сақина шамын бағыттап ұйықтауға шешім қабылдады. Бірнеше күн бұрын Хэнк жылдар бойы жабық тұрған қаладағы барды сатып алды. Мақсаты оны қалпына келтіру жобасын бастап, барды қайта ашу. Сол түнде орынды тазалап жүрген жаңа иесі бірінші келушісін қарсы алып, оған сусын ұсынып, ішуден кейін адам күдікті әрекет ете бастады. Хэнк оған екінші шырына келгенде ол құсады. Қорқып, Хэнк телефонын ұстап, жылдам жәрдем шақыруға тырысты да, сол сәтте шынның жеп жатқанын көрді. Тамақтан кейін адам тұрып, Хэнкке қарай жүре бастады, ол қорғану үшін балғаны ұстады. Өсімдік адамды жеңіп, оны зомбиге айналдырғанын көрген, Хэнк үстелдің арғы жағына секіріп, яғының шектеулілігіне қарамастан қашуға тырысты. Дұшпаны қуып жететінін сезгенде, профессор оны соғып, үзілген арқанмен қорғанды. Өсімдіктің шабуылына қарсы тұру үшін, Хэнк оған кескішпен тигізді. Монстр отқа оранды да, денесі толық жанып бара жатып, бардан қашты. Бірнеше минуттан кейін екі полиция қызметкері оқиға орнына келді де, Хэнк оларға болғанды түсіндіруге тырысты, бірақ олар толық өзгеріп кеткен сияқты еді. Профессор бұл жігіттердің де өсімдікпен жұқтырғанын тез түсінді де, одан қашуға тырысты, бірақ полиция қызметкерлері оны қуып алды. Олардың бірі көлік есігін ашқан кезде, Хэнк артқы отырақтағы әріптесі Софияны көріп, оның қасына отыруға мәжбүр болды. Әйелдің аузынан шыққан ғарыштық өсімдікті көрген ол терезені бұзып, қашып көлігіне отырды.
Көлікті іске қосқан Хэнк Грейс пен басқа студенттердің жиналған кешіне қарай жүре бастады. Кеште көңіл көтерген соң жас әйел үй бақшасына сергітуге шықты да, сол жерде оның таралып жатқанын көрді. Жолда Хэнктің көлігі тамырларды басып өтіп бара жатып, асфальтқа жабысып қалды. Қозғалыс жасап босатқан соң ер адам полициядан қашуды жалғастырып, ғарыштық тамырлардың көлікке кіруіне тырысатынын байқады. Жолда профессор жолдағы жұқтырған сиырды кездестіріп, айналып өте алды, бірақ артында келе жатқан полиция қызметкерлері жануарды басып өтіп көліктен ұшып шықты. Кешке жеткен Хэнк барлығын ескертуге тырысты, бірақ ешкім оған мән бермеді, сондықтан Грейсті құтқаруға кірісті, бірақ Дилан оны қызын алып кетуден тоқтатты. Мұғалімі кеткен соң Грейс ұйқыға жатып қалды, ал Дилан жалғыз қалатын басқа қыз іздеп шықты. Жас ерлі-зайыптылар романтикалық сәтін бөлісіп жүргенде ол үйде тарала бастап, алғашқы құрбанын ваннада қолдады. Кенет өсімдіктер суға жетіп, қонақтардың кейбірін түбіне тартып кетті. Сол сәтте бір қыз ваннаға кіріп, пердені ашып, біреу қарап тұрма деп тексерсе, ол да жұқты. Осылайша үйдің әртүрлі жерлеріндегі жастар қолданылып, денелері толық зақымдалды. Достарының құрбан болғанын көрген Хизер мен Джон қауіпсіз жер іздеп шықты, бірақ таралатын түрдің барлық жерде екенін түсінді. Деборамен бірге жүрген Дилан бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, қашықтағанда қыздың бірдеңемен иеленгенін байқады. Сол сәтте Грейс оянғанда, төсекте таралып жатқан өсімдіктерді көріп айқайлады. Қорқып, қыз жапырақпен өзін қорғап, монстрларды денесінен алып тұруға тырысты. Бақытына орай сол сәтте Хэнк пайда болып, қыздың үстінен монстрды алып тастады. Есікті ашқанда олар жұқтырған жас өспірімді кездестіріп, одан өтпей қалды. Екілі жасырынып жүрген бөлме ғарыштық өсімдіктермен толып кетті де, олардың екеуі де тірі қала алмайтындығын түсінгенде бір-біріне құшақтасып қалды. Сол сәтте олар жұқтырылмақ түгел болғанда әскерилер пайда болып, монстрларға қарсы ультрагүлгін жарық қолданды. Құтқарылғандарды жинаған соң Алтия Истербрук тұрғындарын жинап, командасының көпшілігі қаланың гидроэнергетикалық тасы барын қорғауға кеткенін айтты. Сондықтан әскерилердің қорғалуы үшін тұрғындар сол ғимаратта шексіз уақыт тұруы керек еді. Алтияның сөзі бойынша үйге қайтатындар өз бетінше қалады да, таңдауларының салдарын өздері көтереді, өйткені әскерилер жеткілікті емес. Өмірлері шектелгеніне ашуланған тұрғындар көтеріліп, бірнеше сағаттан кейін бәрі үйлеріне қайтуға шешім қабылдады, бірақ бұл шешім өмірлеріне түсуі мүмкін екенін біліп тұрды. Барлығы кеткен соң Хэнк доктор Алтиямен сөйлесуге мүмкіндік алды да, оған өсімдік туралы теориясын айтып, ол тек қараңғыда өсетінін, өйткені фотосинтез арқылы өсіп, ультрагүлгін жарықты энергияға айналдыратынын, бірақ бір уақытта жинай да, айналдыра да алмайтынын түсіндірді. Сондықтан ол тек қараңғыда өседі, бірақ бұл жаңалық емес делінді. Проблема үкіметтің шамдары шектеулі екенде, олардың көбі көрші қалаларға жіберілгенін, олар да ғарыштық өсімдіктердің құрбаны болғанда. Келесі апталарда тұрғандардың барлығы өсімдіктердің болуына үйреніп, олармен бірге өмір сүруді үйренді, әрқашан болашақ шайқастың алдын алуға дайындалып. Дегенмен адамдарды мазасыздандырмайынша бәрі өмірін қалыпты жалғастырып, ғарыштық қауіптің қолында тұрғанда емес етіп өмір сүруге тырысты. Бір түнде қолдау тобында кездескен Хэнк зұлым көріністі көріп, бірдеңе тез арада істеу керек деп ойлады. Жігітімен көлікте жүрген Грейс оның күдікті әрекетін байқап, қала халқының жартысы сияқты Диланның жұқтырғанын білді. Қыз шабуылға ұшырап бара жатқанда Хэнк пайда болып, оны құтқарып алды. Қыздың үйіне қарай жүріп профессор көліктің басқаруынан айырылып, екеуі апатқа ұшырады. Көлік төңкеріліп, олар шыға алмайтындығын түсінгенде, өсімдіктер оларды қоршап қалған еді. Грейс оларды құтқару үшін эвакуатор шақырды. Сөйлесіп жүргенде қыз мектеп жылдарындағы анасының Хэнкпен бірге түскен суретін көріп, мұғалімінің әкесі ме деп ойланды. Сол сәтте өсімдіктер көлікті қайта орнына итеріп, Грейс қорқып кетті. Ашуы шыққан қыз, Хэнк биологиялық әкесі болса да, оны ешқашан әкесі деп санамайтынын айтты. Көліктен қашудың алдын алу үшін көтерілген өсімдіктер көліктегі саңылауларды іздеп, Грейс олардың жақындағанын көріп, қаптамалықта тапқан шаш спрейін қолданып, ғарыштық өсімдіктерді отқа орандырды. Көлік отқа оранған кезде Феликс эвакуатормен келіп, ультрагүлгін жарықты қосып, Грейс пен Хэнктің қауіпсіз жетуін қамтамасыз етті. Сол түнде барды қалпына келтіріп жүрген Хэнк өлген әкесінің келгенін көрді. Ол үстелге отырып, өзіне сусын құйды.
Сөйлесу кезінде қария ұлына айыпке берілуді, әлемді жаулау жоспарына қосылуды сендіруге тырысты. Сол сәтте Хэнк ғарыштық өсімдіктің оны басқарып жатқанын түсініп, тұтас жерді отқа орап тастады. Егер Истербрукте қалса жарқын болашағы болмайтынын түсінген Грейс жоғары оқу орнына ұсыныс хаты жіберді. Содан кейін ол жігітін кездестіруге барды да, Дилан бірнеше түн бұрын болғанға кешірім сұрады. Осы аптаның соңында мектепте кеш болады да, студенттердің ата-аналары орынды безендіруге шақырылды. Стейси спорт залында болатынын білетін Хэнк оны қуып, жеке сөйлесу үшін далаға шақырды. Сол жерде мұғалім Грейстің өз қызы болуы мүмкін бе деп сұрады. Стейси жоқ деп жауап берді. Әйел кетіп бара жатып арқасын бұрғанда жерден өсімдіктер шығып, оны жылдам жер астындағына тартып кетті. Өміріндегі жалғыз сүйген әйелін жоғалтқан Хэнк бәрін тоқтатуға шешім қабылдап, күн батқанда үңгірден секіріп түсті. Бірақ төменде бірнеше метрде қауіпсіз тор оны ұстап қалды да, бағасы жүзеге аспады. Сол түнде Грейс пен жігіті мектеп кешінде бірге пайда болып, пром королі мен патшайымы деп сайланды. Торда отырып Хэнк қаланың кең панорамасын көріп, жарықтардың сөніп бара жатқанын байқады. Грейске қауіп төніп тұрғанын ойлап, үңгірден түсу жолын тауып, мектепке қарай жүре бастады. Жолда өсімдіктердің көбейіп келе жатқанын байқап, болжамды қызы қорғау үшін асығып барады. Мектепке бастамас бұрын ер адам үйіне тоқтап, жарықпен жабылған қорғаныс костюмін жасап, Тедтің көлігін кездестіреді. Далада осал тұрған ер адамды көрген Тен оны үйге қайтуға кеңес беріп, Стейсиге не болғанын шындықпен айтты. Әйеліне болғанды естіген Тед көлігінің айыппен жабылғанын түсініп, терезелерді бұзуға тырысты, бірақ адам ғарыштық өсімдікпен ластанды. Құрбанның денесін жеген соң өсімдіктер көлікті жойып, Хэнк Грейстің көмегі қажет пе деп жүгіріп келді. Осы кезге дейін ол кешті жаулап, мүмкіндігінше көп жасөспірімдерді жұқтыруда. Тронда отырған ванна бөлмесіндегі дәретханадан қасынан шу шыққанын естіп, Грейс әріптесінің жағдайын тексеруге барды. Сол сәтте басқа мұғалімнің тірі тұтқынға алынғанын көріп, қашуға тырысты, бірақ раковинаға басын соғып есін жоғалтты. Грейстің пром патшайымы деп сайланғанын білген Хэнк оның қайда екенін болжау арқылы алдын алып, Диланның айыг арқылы ластануды таратуына жол бермеді. Студенттерді қорғау үшін дене шынықтыру мұғалімі өсімдіктерді бұзып, оларды жасөспірімдерден алып тұруға тырысты, бірақ ұсталып қалды. Биология мұғалімі оны ессіз етіп соққан соң Дилан шабуылға өткісі келді де, Хэнктің қалқан ретінде қолданатын шамдарын өшіру үшін өрт шлангын пайдаланды. Жігітінің бетін солай көрген Грейс оның зомбиге айналғанын түсініп, оны алшақтату үшін асхананың ішіне жабылды. Дегенмен өсімдіктердің көмегімен жас жігіт есікті ашып, қызға жетіп бара жатты. Сол сәтте Хэнк оның алдында тұрып, итеріп жіберді. Сол сәтте Дилан балғамен соғуға ұмтылды, бірақ мұғалім соққылардан жалтарып, қарсыласының кеудесіне бұрғымен тигізді. Қызықтысы, осы шабуылдан кейінде Дилан тұрды, сондықтан Грейс оны алаңдатып, Хэнктің тағы бір соққы жасауына мүмкіндік берді. Содан кейін бензопиланы қосып, басын екіге бөлді. Сыныпта жасырынып жүрген Хизер мен Джон Истербруктен шығып, өсімдіктер жауламаған қала іздеуге шешім қабылдады. Есіктен кіргенін көрген жұп төбені тесіп, еден арқылы қашуға тырысты, бірақ екеуі де қуылды. Сол сәтте Хизер желдеткіш жолдарына кіріп, лабиринтте жыланақтап жүріп, Джонды тапты, ол да өсімдіктермен қоршалған еді. Бірнеше минуттан кейін жұп мүмкін шығу жолын тауып, Грейс пен Хэнк жасырынып жүрген бөлмеге түсті. Есікті ашу алдында мұғалім футбол алаңының жалғыз қауіпсіз жер екенін түсінді, өйткені стадион шамдары өсімдіктерді әрекет етуге жол бермейтін жеткілікті сәулесін шығарады. Алаңнан өткен соң топ машина бөлмесіне жетті де, Хэнк жасөспірімдердің көмегін сұрап, сымдарды түзетіп, ажыратқыштарды қосты. Профессор шамды қосу түймесін тартуға тырысқанда Грейс кесілген сымдарды қосып, жұмыс біткен соң қыз көше шамдарын қосуға тырысты, бірақ Хэнк әлі түймені тарта алмады. Ол жоспарды аяқтау алдында адам жерден шыққан алып өсімдіктің пайда болуына таң қалды да, оған қарай жол тартты. Алып монстрдың жақындағанын көрген Хэнк қашуға тырысты, бірақ аяғы қозғалысын шектеді, онымен бетпе-бет келуге мәжбүр болды. Сол сәтте Грейс ата-анасының келгенін көріп, олардың екеуі де жұқтырғанын білді, бірақ олар қызға зиян келтіре алмай тұрып, Хизер мен Джон оны қорғап, зомби жұпқа шабуылдады. Кенет Дилан пайда болып, қызына қарай жүріп, өсімдік олардың бірге қалуы мүмкін екенін айтты. Жас жігіт Грейсті жұқтыруға жақындағанда Хэнк допты түймеге лақтырып, оны қосты.
Шамдар қосылған соң өсімдік қозғалмай қалды. Сол сәтте барлық құтқарылғандар трибунаға жүгіріп, Грейс Диланды бір жола жою үшін балғаны ұстады. Дегенмен қыз соғуға мүмкіндік алмағанда бір шам сөніп, Дилан қайта қозғалды. Сол сәтте Грейс құрып қалды да, бірнеше минуттан кейін оянғанда достарының қашып бара жатқанын көріп, оларға қосылды. Хэнк Айдың барлық шамдарды құлатқанын көріп, үрейленді. Оқушыларының қуылғанын көрген мұғалім оларға мұнараға қарай жүгіруін бұйырып, жеткен соң жас өспірімдер шығуға кірісті. Күресте көпшілігі ғарыштық өсімдіктің құрбаны болып жерге тартылды. Достарымен бірге құлау алдында тұрған Грейс металл тіректерді ұстап алды да, Хэнк қызға көмектесіп, көйнегін құралдан босатты, сонда ол қайта шыға бастады. Сол сәтте ер адам аяғынан бірдеңені ұстап алғанын сезіп төмен қараса, әкесін көрді. Хэнк оны бірден соғып құлатып жіберді, бірақ аяғын ұстап тұрған құрылымды жоғалтып, шығудың жылдамдығын жоғалтты. Мұнараның шыңына жету алдында ол зомбиге ұсталып қалды, бірақ Грейс оны құтқарып, Джонның көмегімен жоғары тартып алды. Хизер де шыңға жетіп, төрт құлақ қалай тұрғанын көрді, бірақ одан ары жер жоқ екенін түсінді. Құрсауға алынған құтқарылғандар жеңілісін қабылдауға дайындалды, бірақ күн шығысы оларды құтқарып, Айдың көбеюін тоқтатты. Жеңіс жеңілгендей көрінгенде аспанда қара бұлт пайда болып, күн сәулесін жапты. Сол сәтте өсімдіктер қайта өсіп, Хэнк Грейсті құшақтап, қыздың өз қыз екенін растамай тұрып, оған қатты мақтанатынын айтып, көзін жұмып, жұқтырылмақ түгел болды. Дегенмен аспан қайта ашылып, ғарыштық өсімдіктер ластануды жалғастыра алмады. Құтылған соң Хэнк пен оқушылары тірі қалыпты тойлап, бірнеше метр қашықтықта ұшақтың жарылысын көрді. Кейін қала шабуылдан қалпына келді де, құтқарылғандар жақындарын жоғалтуды жеңуге тырысты. Жоғары оқу орнына қабылдану хатын алған Грейс мұғаліміне қоштасуға барды да, сөйлесу кезінде Хэнк талдауға жіберген үлгінің дыңқ нәтижесін алды. Оны ашқан соң екеуі шындықты білді де, Грейс мұғалімі өз әкесі екенін білді.